Маржан екі егіз қызды асырап алды. Олар оның күйеуі мен оның көңілдесінен туған еді. Ол бұл қыздарға бар махаббатын арнады. Міне 16 жыл өтті, және олар оған қалай жауап берді? Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маржан ас үйде тұр еді. Таңғы шайын ішіп, тыныштықтан ләззат алып тұрған. Үйде тек тоңазытқыштың баяу гуілі мен терезеден төгілген күн шуағы түсіп тұр. Өмір қарапайым әрі түсінікті көрінді. Ол Әлібекпен 7 жыл бірге өмір сүрді. Олардың некесі мінсіз болмағанымен, Маржан екеуінің бақытына сенетін. Бір сәтте бұл тыныштықты телефон қоңырауы бұзды. Тұтқаны көтергені сол еді, ар жағынан үрей тудырған дауыс естілді. Бұл Маржан ба? «Иә, менмін», деді Маржан саусақтарының дірілдегенін сезіп. «Өте өкінішті хабарымыз бар. Күйеуіңіз Әлібек бүгін таңертең жол апатына түсті. Ол қаза тапты». Маржанның жан дүниесі қақ айырылды. Жер астынан сусып кеткендей болды. «Бұл мүмкін емес. Ол енді ғана...» Ол сөзін аяқтай алмады. «Тағы бір нәрсе бар», деді арғы жақтағы дауыс ыңғайсызданып. Ол көлікте жалғыз болмаған. Қасындағы әйел де қаза тапты. «Біз оны таныдық. Бұл оның көңілдесі екен. Сонымен қатар олардың егіз қыздары болғаны анықталды. Қазір олар 6 жаста». Маржан телефонды қатты қысқанынан саусақтары ағарып кетті. Басы айналып, бөлме қозғалып кеткендей болды. Әлібек қос өмір сүріпті. Ол жай ғана кетпей, оны сатып кеткен. 2 кішкентай қызды да артынан қалдырып кеткен. Маржан отыра кетті. Қолындағы шай кесесі жерге түсіп, күл-талқан болды. Көз жасын тыя алмай, біраз отырып қалды. Мұндай сатқындықты қалай ғана жасырып келді? Телефондағы дауыс бәсеңдей берді. Маржан тұтқаны қойып, ұзақ уақыт бойы аяқ астындағы кесе сынықтарына қарап үнсіз отырды. Сол күйі 4 сағат тапжылмай ойларын қайталап отырды. Әлібек өліпті. Оның көңілдесі болыпты. Олардан туған егіз қыздары бар екен. Қалайша ол ештеңені байқамаған. Сатқындық жоғалтуға қарағанда өте ауыр тиді. Енді ол өз өмірінің күлін қайта жинау керек еді. Әлібекті жерлеу рәсімінен кейінгі күндер тұман секілді өтті. Барлығы автоматты түрде жүрді. Рәсімдер, көңіл айтқандар. Бірақ есінен шықпаған бір нәрсе оның қос өмір сүргені. Бұл жанын жегідей жеді. Бірақ ойлануға уақыт болмады. Енді күн тәртібінде басқа маңызды мәселе тұрды. Әйгерім мен Әлина. Егіз қыздар енді 6-да. Олар ата-анасынан бір күнде айырылды. Болғанды әлі толық түсіне алмайды, бірақ еш кінәсіз еді. Маржан алғаш оларды көрген сәтте, олардың қорқынышты әрі мұңды көзқарасы жүрегін елжіретті. Жерлеуде қыздар бір-бірінің қолын қатты ұстап жабысып тұрды. Олар жақындарын түгел жоғалтқан. Ересектерше ештеңе түсінбесе де, олар үшін бүкіл әлем құлаған еді. Зират басында Маржан үлкен жауапкершілікті сезінді. Қыздарға қамқор болу оңай емес екенін түсінді. Бірақ оларды тастап кете алмады. Балалық шақта қажеттінің бәрін басқа ешкім бере алмайтынын білді. Өзінің жарасына қарамастан, ол оларды өсіруге шешім қабылдайды. Маржанның бұл шешіміне достары мен туыстары таң қалды. Олар оны райынан қайтаруға тырысты. «Бұлар саған бөтен балалар, тым ауыр жүк артып жатқан жоқсың ба?» деді олар. Бірақ Маржан райынан қайтпады. Бұл қыздардың енді ешкімі жоқ. Ол әкесінің қателіктері үшін олардың азап шеккенін қаламады. Жерлеуден кейін Әйгерім мен Жанна Маржанның үйіне көшті. Алғашқы күндері бәрі бейтаныс әрі салқын көрінді. Қыздар да үнсіз болды. Әйгерім ашықтау еді. Үнемі әкесі туралы сұрақтар қоятын. Ал Жанна керісінше
ішіне кіріп кетіп жалғыз болғанды ұнататын. Маржан бәрін түсінді. Оларға бейімделу үшін уақыт керек еді. Үй бір мезгілде бос та тыныш та секілді еді. Маржан әр күні өзін ұстап жүруге тырысты. Бір жағынан күйеуінің сатқындығы мен жоғалту қайғысы, екінші жағынан қыздарға жақсы өмір сыйлау арманы еді. Ол әр таң ерте тұрып, таңғы ас дайындап, оларды мектепке жинайтын. Қосымша жұмыс істеп, 2 баланы асырауға тырысты. Қанша қиын болса да шағымданбады. Қыздар да оған ақырындап үйреніп кетті. Онымен бірге болғанда өздерін қауіпсіз сезінетін еді. Әйгерім ашық мінезді, Маржанның күшіне және мейіріміне тәнті болып, әрдайым жанына жақын жүруге тырысатын. Жанына тұйықтау, бірақ махаббатын суреттермен, кішкентай алғыс хаттармен білдіретін. Маржанның достары оның батылдығына таңданып, сыйластықпен қарайтын. Бірақ олар Маржанның қанша түн ұйқысыз өткізіп, ішкі уайыммен өмір сүргенін білмейтін. Қыздарға нағыз ана бола ала ма? Олар бір күні оны өз отбасы ретінде қабылдай ма? Жылдар өте келе қыздарды тәрбиелеу қуаныш пен сынаққа толы жол болды. Қаржылай қиындықтар да үнемі сезілді. Маржан кешке дейін жұмыс істеді, кеңселерде тазалық жасады. Көршілердің балаларына сабақ беретін болды. Асханада қосымша жұмыс жасады. Денесі шаршап, ұйқы қол жетпес арманға айналды. Бірақ Маржан ешқашан әлсіздігін білдіртпеді. Әйгерім мен Жанна әр таң сайын Маржанның жылы күлкісімен оянып, сөмкелеріне таңғы асын салып, мектепке барып жүрді. Олар ешқашан махаббат пен қолдаудан айырылған емес. Маржан оларды өсіруге шешім қабылдағанда, өзінің армандары мен тілектерінен бас тартуға дайын болған еді. Оның балалық шақтағы арманы өзінің мейрамханасын ашу еді. Бұл ой оны жас кезінен қызықтырды. Ол ас пісіруді жақсы көретін және өз құмарлықтарын басқалармен бөлісетін шағын әрі жайлы орын ашуды армандайтын. Бірақ күйеуінің қайғылы жағдайы мен қыздарды тәрбиелеу жауапкершілігі оны бұл арманынан бас тартуға мәжбүр етті. Осы уақытта Әйгерім мен Жанна өсіп, талантты, ақылды қыздар болып қалыптасып келе жатты. Әйгерім мектепте өте үздік оқыды. Өскенде есепші болуды армандайтын. Ал Жанна шығармашылық адам болып, сурет салып, түрлі идеялар ойлап табатын. Маржан олардың әрбір бастамасын қолдап, тек қана мүмкіндіктерін арттыру үшін барын салатын. Қаншама қиындықтарға қарамастан, тек қана алға жылжуды ойлайтын. Қыздар жасөспірім болғанда, олар әкелері туралы сұрақтар қойып бастады. Олар оны онша жақсы есіне түсірмейтін, бірақ әкелері туралы көп нәрсе білмейтін еді. Маржан оларға Әлібек туралы жаман сөз айтпауға тырысты. Оның сатқындығы мен қателіктеріне қарамастан, ол олардың әкесін көлеңкелеп, оның бейнесін бұзғысы келмеді. Бірақ уақыт өте келе, бір күні Әйгерім Маржанға былай сұрақ қойды және оны таң қалдырды. «Анашым, біздің әкеміз қандай болған?» деді Әйгерім. Анашым сөзі олардың өміріне енді табиғи түрде сіңіп кетті. Бұл сөз Маржанның жүрегін жылытып, оны қуантатын. Маржан біраз уақыт үнсіз қалды. Не айту керектігін білмеді. Ол өзіне тән қиындықтары бар адам болды, деп бастады Маржан. Ол сендерді өте жақсы көрді, бірақ қателіктер жіберді. Қандай қателіктер деп сұрады Әйгерім. Жанна тықырлап отырып, үнсіз астан жеп отырды. Бірақ оның көзі Маржанға қарап, сұраққа қызығушылық білдіріп тұрды. Маржан олардың назарын сезді. Олар шындықты естігісі келді. Ол бұл әңгімеге дайын болмағанымен, бұл сәттің келгенін түсінді. Ауыр күрсініп сөзін жалғастырды. Әкеңіз мінсіз адам болмады. Ол басқа қарым-қатынастарда болды, деді Маржан баяу. Сендер екеуің сол себепті дүниеге келдіңдер. Ол менімен некеде болған. Біз бір-біріміз туралы ештеңе білмедік. Бәрін тек апаттан кейін ғана білдім. Бөлме бір сәтке тып-тыныш болды. Қыздар бұл жаңалықты қабылдап танумен ойланып отырды.
демек сен бізге туған анамыз емессің, деп сұрады Жанна. Оның даусы дірілдеп шықты. Маржанның жүрегі сыздап кетті. Ол қолын созып қыздарын жанына алып, оларды құшақтады. Мүмкін мен сендерді туған анаңдай босанған жоқпын, бірақ мен сендердің нағыз анаңдай болдым. Қалай болғанда да мен сендерді өз балаларымдай сүйемін. Және бұл ешқашан өзгермейді, деді Маржан көзіне жас алып. Осы әңгімеден кейінгі күндер қарбалас әрі толқу үстінде өтті. Әйгерім мен Жанна әртүрлі жолдармен естігендерін қабылдады. Әйгерім ашық әрі қайратты қыз ретінде әкесінің бейнесін көруге тырысты. Бірақ ол жайлы жаңалықтардан кейін көп нәрсені түсіне алмады. Жанна ішке жабылып, ештеңе айтпай, өз сезімдерімен жалғыз қалды. Маржан оның не ойлап отырғанын түсінбей, қатты алаңдайтын. Бірақ ол оларға уақыт өту керектігін түсінді. Маржан бұрынғыша қыздарды асырап, тәрбиелеп, жұмыс істеп, қамқорлық көрсетуді жалғастырды. Үйде атмосфера өзгере бастады. Қыздар бұрынғыдай ашық болмай, әңгімелері үнемі үнсіздікпен алмасты. Бір күні кешке ашық әңгімеден бір апта өткен соң, Әйгерім Маржанға ас үйде жақындап, баяу сөйледі. Апа, деді ол, мен көп ойландым. Бізге әке туралы айтқандарыңды естігеннен кейін алдымен мен ашуланғанмын. Бірақ саған емес, оған, бәрімізді алдағаны үшін. Бірақ көбірек ойлана келе мен түсіндім. Сен шынымен маңыздысың. Сен әрқашан бізбен бірге болдың. Бізді өз балаларыңдай жақсы көрдің. Біз әрқашан сенің қасыңда боламыз. Және сен біздің анамызсың, не болса да, деді. Маржанның көздері жасқа толды. Ол Әйгерімге қарап, көп уақыт бойы сезімдерін білдірмей, күшті болуға тырысып жүргенін сезді. Бірақ осы сөздер оның жүрегіне тыныштық әкелді. Ол Әйгерімді құшақтап, онымен бірге жылап, жүрегіндегі барлық сезімді сыртқа шығарды. Мен сендерді қатты жақсы көремін, деп деді сыбырлап Маржан. Әрқашан жақсы көрдім және жақсы көре беремін. Жанна есіктен қарап тұрған. Ақырын жақындап, құшақтарға қосылды. Жақсы көреміз, ана, деді. Осы сәтте үйде тыныштық орнады. Және барлық адам отбасының тек қана араласуы ғана емес, сонымен қатар махаббат, қамқорлық және Маржанның оларға жасаған құрбандықтары екенін түсінді. Уақыт өте келе өмір бұрынғыдай қалыпқа келді. Бірақ Маржан мен қыздардың арасындағы қарым-қатынас тереңдей бастады. Әйгерім мен Жанна оқуда табысты болып, өз қызығушылықтары мен қабілеттерін дамыта бастады. Әйгерім қаржы саласында білім алып, есепші болуды армандады. Ал Жанна шығармашылық жолды таңдады. Дизайнмен айналысуға шешім қабылдады. Маржан әлі күнге дейін жұмыстан кешке дейін қалатын. Қыздарына қамқорлық жасап, өз арманын ұмытқан емес. Мейрамхананы ашуды армандайтын. Ол кафені ашуды армандайтын. Бірақ қамқоршы болудың жауапкершілігі оған өз арманына орын қалдырмады. Дегенмен ол кейде жаңа мәзірлермен өзінің ас әзірлеуін жалғастырды. Ал Әйгерім мен Жанна оған қосылып, жаңа тағамдарды сынап көретін. Бұл сәттер Маржан үшін өте бақытты болды. Бірақ ол ең көп сүйгені қыздарының жүздеріндегі қуаныш болды. Бір күні өзінің кафесін ашып, бұл қуанышты басқалармен бөлісуді армандайтын. Бірақ өмірдің қиындығы оның арманын басып тұрды. Қаржы жетіспеді, ал барлық жинақ қыздарының білім алуына жұмсалды. Маржан әрдайым өз тілектерін кейінге қалдырып, оның негізгі мақсаты қыздарының жетістіктеріне қуану болды. Бір күні кешкі аста Жанна Маржанға арман туралы сұрақ қойды. Ана, деді ол, егер сен қалағаныңды жасай алсаң, нені таңдар едің? Маржан күліп, күтпеген сұраққа жауап берді. Бұл оңай ғой. Мен әрқашан өз кафемді ашуды армандадым. Кішкентай жайлы орын, адамдар дәмді үй тағамдарын татып көре алатын. Бірақ бұл тек армандарым. Әйгерім мен Жанна бір-біріне қарады. Маржан сол сәтте олардың көздерінен
бір нәрсе байқады, бірақ мән бермеді. Ол өз арманының жиі кейінге қалдырып, өзін қамқоршы ретінде санап үйренген еді. Маржан Әйгерім мен Жаннаның осы әңгімеден кейін оның арманын жүзеге асыру туралы ойланып жүргендерін білмеді. Қыздарға 20 жастан асып, олар тәуелсіз және табысты болды. Әйгерім атақты фирмада есепші болып жұмыс істеді. Ал Жанна дизайнерлікті меңгеріп, өз компаниясында жұмыс бастады. Олар кафені үйіне жақын, жайлы атмосферасы бар, келушілерді тарта алатын орын етіп жасауды қалады. Көптеген ғимараттарды қарап шыққаннан кейін, олар ақыры өздеріне ұнайтын ғимаратты тапты. Бұл ғимарат үйдің жанынан орналасқан қаптама қабырғалары мен үлкен терезелері бар табиғи жарық көп түсетін жер. Бұл тамаша орын, деді Жанна. Әйгеріммен бірге ғимараттың алдына тұрып, оның болашақ көрінісін елестетіп, Маржанға бұл ұнайды деп ойлайтын. Олар тез арада ұсыныс жасап, Әйгерім қаржы саласындағы білім арқасында тиімді келісім жасады. Мекенжайды табу жұмыстары аяқталған соң, негізгі жұмыс басталды. Жанна өзінің дизайнерлік жобалауға кірісіп, әр бөлшегі Маржанның талғамы мен мінезін көрсету үшін таңдалып отырды. Ол қабырғаларға жылы, тыныш түстерді таңдады. Ыңғайлы жиһаздар мен ашық ас үйді жасады. Қонақтар тамақ әзірлеу процесін көре алатындай етті. Бұл Маржанның ас әзірлеуге деген махаббатының белгісі болды. Ал Әйгерім құжаттарды рәсімдеу, персоналды таңдау, Маржанның сүйікті тағамдарына негізделген мәзірлерді әзірлеумен айналысты. Қыздар болашақ кафеге жан тәнімен жұмыс істеп, бұл орында тек бизнес ретінде емес, Маржанға деген шексіз махаббат пен қамқорлықтың көрінісі болатындай етіп жасауға ұмтылды. Ақыры күткен күн келіп жетті, ашылу күні. Әйгерім мен Жанна Маржаннан бәрін жасырды. Әр қадамды мұқият жоспарлады. Олар Маржанды ерекше кешкі асқа шақырып, бірақ бұл кештің оның өз кафесінде өтетінін мүлдем білмеді. Олар жаңадан жөнделген ғимаратқа келгенде, бұл қандай жер деп сұрады Маржан, есік алдында жаңа жазуды көріп. Әйгерім қуанышпен оған күлімсіреп қарады. Кір, анашым, бізде сен үшін тосын сый бар, деді ол. Маржан қыздарымен бірге ішке кірді. Ғимараттың ішінде оны эмоциялар басып алды. Жайлы атмосфера, жаңа дайындалған тағамның иісі. Ал ас үйде кішкене топ дос-жарандар мен туыстар күтіп тұрды. Бұл не, деп сұрады ол даусы дірілдеп. Жанна қадам жасай отырып мақтанышпен, анашым, бұл сенің кафең. Маржан таңданыспен оны қарап, көздері жасқа толды. Менің кафем? Деп сыбырлап. Әйгерім басын изеп, сен біз үшін көп нәрсе жасадың. Біз саған борышымызды өтеуді қаладық. Бұл сенің арманы еді, және біз оны жүзеге асырдық. Маржанның көздерінен жас парлап шықты. Ол ғимараттың ішін қарап тұрып, мұндай сыйлықты ешқашан күткен жоқ еді. Бұл орын оның арманын жүзеге асырды. Тіпті одан да артық нәрсені. Мен не айтарымды білмеймін, деп сыбырлады ол. Даусы толқыныспен шықты. Бұл менің өмірімде алған ең керемет сыйлық. Рахмет сендерге, көп рахмет. Қыздар оны құшақтап, олардың жүректерінде шексіз алғыс сезімі болды. Бұл қимыл олардың Маржанға көрсеткен алғысын білдіру тәсілі болды. Оның барлық құрбандықтары бағаланғанын сездіру үшін. Ашылу кеші өте сәтті өтті. Қауымдастықтың жаңадан ашылған кафесінде достар, туыстар және жаңа қонақтар жинақталып, бәрі Маржанның тағамдарын қуана тамашалады. Шеф аспаздың алжапқышын киген Маржан өз кафесін басқаруды мақтанышпен бақылап отырды. Әйгерім мен Жанна оның қасында болып, бәрін мұқият қарап, дұрыс жұмыс істеп жатқанына көз жеткізді. Маржан кафеде жүріп, тамақтарды қарсы алып, ас үйдегі жұмысты тексеріп тұрды. Команда оның отбасына айналды. Атмосфера жылы және көңілді, күлкі және әңгімелерге толы болды. Барлығы Маржанның қиялындағыдай болды. Кешке Маржан біраз тынығу үшін сыртқа шықты. Бірақ бұл сәт оның өміріндегі ең бақытты сәттердің бірі болатын.
Келесі айларда кафе гүлденіп, оның жайлы атмосферасы мен үйдегі тағамдары туралы әңгіме тез тарады. Мекеме жергілікті тұрғындарының сүйікті орнына айналды. Маржан ас үйді бұрынғыдай құштарлықпен және жан тәнімен басқарды. Әйгерім мен Жанна қаржылық тұрақтылық пен кафенің үздіксіз жұмысына қамтамасыз етіп, оған көмектесуді жалғастырды. Әрине, кафе қиындықсыз жұмыс деген жоқ. Көп күш-жігерді қажет ететін бұл іс кейде Маржанға ауыр болып көрінетін. Бірақ ол ешқашан мойымады. Өмір бойы қиындықтарды жеңіп келген. Ол ешқашан тоқтауды ойламады. Уақыт өте келе кафе тек бизнестен гөрі отбасының мұрасына айналды. Әйгерім мен Жанна Маржанға барынша қолдау көрсетіп, істі дамытуға көмектесіп, тіпті екінші филиалын ашты. Маржанның махаббат пен табандылық туралы әңгімесі бүкіл ауданға танымал болды. Адамдар оның жайлы мекемесінде тек тамақтану үшін ғана емес, сонымен қатар оның қонақ жайлылығын сезіну үшін де келетін. Мұнда тек тағамды ғана емес, әрбір тағамға деген сүйіспеншілікті, оны жасаған әйелдің тарихын да бағалайтын. Уақыт өте Маржан қартайған сайын ол кафе болашағын ойлай бастады. Бір күні оның басқаруды Әйгерім мен Жаннаға тапсыруға тура келетінін түсінді. Қыздар бастапқы күндерден-ақ осы істе болды, сондықтан ол оларға толықтай сенді. Бір кеште кафеде қарбалас күннен кейін олар бірге отырып, Маржан сөзді бастады. Мен болашақта біздің кафе туралы ойладым, деді ол. Мен оны мәңгі басқармаймын, бірақ оны отбасымызда қалдыруымыз керек. Әйгерім мен Жанна бір-біріне қарап бұл әңгімені күткендерін білді. Олар дайын болды. Біз оған қамқор боламыз, анашым, деп күлді Әйгерім. Сен керемет нәрсе жасадың, және біз оны әрі қарай гүлдендіру үшін бәрін жасаймыз. Жанна басын изеп оған қосылды. Біз сенің мұраңды сақтаймыз, анашым. Бұл кафе әрқашан біздің отбасымыздың бір бөлігі болады. Соңғы жылдары Маржан күнделікті басқарудан біртіндеп шеттеп, барлық жауапкершілікті Әйгерім мен Жаннаға тапсырды. Ол өз еңбегінің жемісін көріп, қызының ісін жалғастырып жатқанына қуана бақылай отырды. Кафе олардың басшылығында да гүлденіп кеңейе түсті, әрі аймақтағы ең сүйікті орындардың біріне айналды. Бірақ Маржан үшін ең басты жетістік бұл бизнес емес, Әйгерім мен Жаннамен байланыс және олармен өткізген уақыттағы шынайы сүйіспеншілік болды. Өткенге көз жүгірткенде Маржан өз арманының шын мәнінде іске асқанына сенді. Ол өз кафесін ашуды әрдайым армандаған, бірақ соңында одан да маңызды іс тапты. Өзінің сүйікті кафесінде отырып, Маржанның көңілінде жүрек тыныштығы болды. Ол Әйгерім мен Жаннаға бүкіл махаббатты, қамқорлығын арнады, ал олардың жауабы ретінде оған ұсынғандары одан да көп болды. Осы сәттерді есіне алып, Маржан қыздарына өте риза болды.